Билл Гейтстен сіз ғой депті. Есіңізде ме, бірнеше жылдар бұрын сіз маған газетті тегін берген едіңіз деп. Сол жақсылығыңызды қайтарғым келеді. Не тілегіңіз бар, қандай арманыңыз бар, мен соны орындайын дейді. Сол кезде сатушы айтады, менің жақсылығым мен сіздің жақсылығыңыздың айырмашылығын байқамайсыз ба дейді. Мен сізге жағдайым жоқ болса да көмектестім дейді, бердім дейді. Сіз байығаннан кейін келіп тұрсыз маған дейді. Сол кезде Билл Гейтс түсінген екен, өмірдегі ең бай адам Билл Гейтс үшін сол сатушы екен. Өйткені Билл Гейтс миллиардер болғаннан кейін барып көмектескісі келген, ал сатушы өзінде жоқ болып тұрса да көмегін аямаған. Альберт Эйнштейннен сіз үшін ең ақылды адам кім деп сұрағанда, менің шоферім деп жауап берген. Неге дегенде Альберт Эйнштейн өзінің историясын айтып берген. Постоянно лекция, семинарлар өткізіп жүрген Альберт Эйнштейн бір күні шаршап машинада отырғанда шофері предложение жасайды. Давайте мен сіздің орныңызға сахнаға шығып, сіздің сөздеріңізді айтып берем. Мен уже жаттап қалдым сіздің лекцияларыңызды, сіз кішкене болсын демалып аласыз дейді. Альберт Эйнштейн қуанып кетіп келіседі, екеуі киімін ауыстырып. Ол заманда интернет дамымаған, ешкім Альберт Эйнштейннің түрін танымайды, бірақ аты жөнін таниды. Сонымен шофер Альберт Эйнштейннің костюм шалбарын киіп сахнаға шығып, жаттанды лекциясын айтып береді. Лекция аяқталғанда шоферға бір журналист сұрақ қояды. Шофер еш қысылмай, бұл сұраққа даже менің шоферім да жауап бере алады деп, залда отырған Альберт Эйнштейн тұрғызып, шоферім сахнаға шығып мына сұраққа жауап берші деп айтады. Альберт Эйнштейн сахнаға шығып өзін шофер ретінде таныстырып, сұраққа гениально жауап береді. Сол кезде ана журналист ұялып кеткеннен, өзінің сұрағының соншалықты ақмақ сұрақ қойдым ба деген сияқты, одан кейін ешкім сұрақ қоймай, сонымен лекция аяқталады. Содан кейін Альберт Эйнштейн өзінің шоферінің тапқырлығын, ақылын әрқашан ең ақылды адам менің шоферім деп айтып жүрген. Южный Африкада KFC-да мына жігіт өзінің қызына предложение жасаған, маған тұрмысқа шықшы деп. Оларды көріп қалған журналист қыз видеоға түсіріп алып, өзінің сайтына енгізіп, соншалықты Южный Африканың жігіттері кедей ма, қаншалықты кедей болу керек, KFC-де предложение жасайтындай деп мазақтап күліп енгізген. Ол видео бүкіл әлемге тарап кетіп, танымал брендтер ол видеоны көріп, өздерінде отмечать етіп, KFC компания менеджер жалдап, бұлардың тойын жасап беретін болған. Ал Макдональдс бұларға концертке билет алып берген тегін. Ауди бұлардың медовый месяцін көтеретін болған. Puma ваучер берген. Ал танымал ювелирный изделия 2 бриллиантовое кольцо берген. Банк Стандарт бұлардың $20,000 кредитін жауып беретін болған. Ал егер кредиттері болмаса, $20,000 тойларына подарок ететін болған. Солай бұлардың тойы чудо болып керемет өтеді. Бұл өмірде ғажайыптар өте көп. Міндетті түрде сол ғажайыптарға сеніп, армандай білсеңіз, армандар орындалады. Құдай берем десе, почкадан береді деп бекер айтпаған шығар. 500 адам қатысқан бір семинар болыпты. Семинар жүргізіп жатқан оратор бәріне бір-бір шардан беріп, өз есімдеріңді жазыңдар деп сұрапты.
Барлықтары есімін жазып болғанда барлық шарды бір бөлмеге тастап, араластырып, енді барлықтарын кіріп, өз есімдерің жазылған шарды тауып шығыңдар депті. 5 минуттың ішінде депті. Бәрі бірге кірген адамдар таласып, тармасып, шарды іздеп, хаос болып, 5 минуттың ішінде өз шарларын таба алмапты. Сол кезде оратор айтыпты: енді депті, кіріңдер да бөлмеге, бір шардан қолдарыңа алып, қандай есім жазылған сол есімді айқайлап айтып, сол адамға беріңдер депті. Адамдар солай істеген екен. 1,5 минуттың ішінде 500 адамның шары 500 өз-өздерінің қолдарында тұрыпты. Сол кезде оратор айтыпты: көрдіңдер ма депті, тек қана өз қамдарыңды ойласаңдар, сендер тез арада өз мақсаттарыңа жете алмайсыңдар депті. Егер біреуге көмектесіп жіберсеңдер, мүмкін сіздің бақытыңыз біреудің бақытының артында тұрған шығар. Біреуге бақыт сыйласаңыздар, сіз өзіңіз де бақытты боласыз. Біреуге көмегіңізді аямасаңыз, сізге де біреу көмегін аямайды деп айтыпты. Бұл жердегі мораль: кімге қандай нәрсе істесең, сол нәрсе өзіңе келеді. Яғни бұл өмір айна сияқты. Біреуге күліп қарасаң, саған күледі, біреуге ашуланып қарасаң, ашуланады. Біреуден көмегіңді аямасаң, сенен де біреу көмегін аямайды. Сондықтан қолдарыңыздан келсе, біреуге жақсылық істеуге тырысыңыздар. Өмірдің заңы солай: істеген жақсылығыңыз да, істеген жамандығыңыз да өзіңізге қайтады.